Bugün biz дачаға келдік. Второй этаждамыз. Екінші этаж. Дем алып жатырмыз. Так, ал кеттік. Рубрика сұрақ жауап района. 5-ке 5-ті қоссақ қанша болады? 10-ға 10-ды қоссақ. 20. 7-ге 8-ді қоссақ. Посчитай. Сықпа. 26. Ага, молодец. Енді Расулға қоям. Расул, 1-ге 1-ді қоссақ қанша болады? Жоқ. Самый. Отыр. Сұрақ самый легкий. Соны айтма. 2 болады. Иә. Бар отыр. 1-ге 1 қосса. Расико, отыршы. Неге? Неге маған сұрақ қойыңыз? Бәрі. Ал, 1-ге 23-ті қоссақ қанша болады? 23-ке 1-ді қоссақ қанша болады? Иә, дұрыс, молодец. 30-дан қалай білмейсің? 30-дан 7-ні алсақ қанша болады? 60. 66. 66 сен басына істемейді. Өзім басына істемейді. Я откуда знаю? Я сразу не знаю. Все, тихо, Расул. Қалай дейсің? Я не знаю. 30-дан ала алмайсың ба 7-ні? 20-ға 7-ні қос. 20-ға 7. Расул. Сен патолог жарасың қазір. 20-ға 7-ні қос. 30. Жоқ. 60. 27. Ага. Молодец. 3-ке 16-ны қос. 7. Var 7. 9. 100-ге 500-ді қос. 30-ға 50-ді қос. 30 қосу 50. 50. Ол жаққа жеткен жоқпыз әлі, е? А так молодец, жақсы санайды екесің. Ай, жаным менің. Тақпақ айтып берші. Nasıl bölüneceksin? Жоқ, сен үлкенсің, сен бір сетесің. Ақ киімді денелі ақ сақалды, соқыр мылқау танымас түрі жанды, үсті басы ақырау, үсті суық, түсі суық, басқан жер сықырлап келіп қалды. Демалысы үшкіріп аязбен кәрі құдан келіп әлек салды. Бадай біртін еген ошырайтын, аязбенен қызарып ажаланды. Бұқтай қасын жауып екі көзін, басы сірексе қажауып мазамда алды. Боранда бір құса кетіп болған қамда, алты қанат ауырда ишек қалды. Әуес көріп жүгірген жас балалар, беті қолы томбағы бүшік шалды. Шидемен топ қабаттап киген малшы, бет қараға шыдамай теріс айналды. Ой, жан, молодец. Зон тақтақ. Иә, Расул шапалақ арамыз. Давай Расул шапалақ. Бәріне рахмет дейміз, е? Рахмет. Расул шапалақ. Лайк басайық, достар де. Лайк басайық, достар. Комментарийға быстрее басыңдар. Расул, байқа.
Қайда бергеш? Расул. Тақпақ айтпеш маған. Күшті қылып айтпеш. Мен айта аламын. Сен айтты ғой жаңа енді. Енді Расул айтсын, ана жерге отырып, ана жерге отырам. Мен білмеймін. Расул, білесің сен күшті тақпақ айтасың, сен отыршы ана жаққа. Мен білмеймін ғой. Қандай тақпақ айтам? Любой. Он емес, басқа любой. Ол ән ол. Расул. Пожалуйста. Кет қалды ма? А? Ладно, всем пока дейміз. Дейміз, я? Ты пока деп айтсайшы дұрыстап. Смело комментарий басыңдар.